Балалар, осы айдың қалай аталады, наурыз айы? Аптаның дәйек сөзі қалай? Өте жақсы. Балалар, енді сабақты бастамас бұрын сіздердің көңіл күйлеріңізді білсек. Бүгінгі сабаққа келген көңіл күйлеріңізді білсек. Осы шар бойынша қаншасы көңіл күйіңіз жақсы екенін анықтайды. Және яғни бүгін сіздердің көңіл күйлеріңіз жақсы. Балалар, қазмаш бойынша қазір мен сіздердің аты жөндеріңізді енгізіп қойдым. 3 топқа бөлетін боламын. Сол аты жөндеріңіз бойынша топқа отырыңыздар. Бірінші топта аты жөндеріңіз көрсетілген отырғанымызда, екінші топта отырамыз, үшінші топта алдарыңызда асық тұр, яғни қай асықты, қай топтан, қай топ бірінші жауап береміз, қайсыңыз бірінші топ бірінші жауап береміз, қай асықты таңдайсыздар? Шоңқа. Қылмыстық құқықтың қорғаушылық міндеті неде? Қылмыстық құқықтың қорғаушылық міндеті маңызды қоғамдық қатынастарға өзінің зиянын тигізуге жол бермейді. Және де қылмыстық заң қоғамға өзінің қауіпін тигізуге қылмыстық заң өзінің бекітілген міндетін заңдарын қорғап қалады. Өте жақсы, Айша, жарайсыз. Алдарыңызға дискриптор бердім, және бағалау тұрағын бердім. Сол бағалау тұрағы бойынша бағалап отыратын боламыз. Келесі кім жауап береді? Қай асықты таңдаймыз? Нұрай. Тәйке. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде 380-1 бабы нені көздеген деген сұрақ. Қылмыстық құқығы бойынша Қазақстан Республикасының Конституциясында 380 бап бірінші тармағында жазылған. Яғни ол дегеніміз құқық қорғау органы, арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің немесе әскери қызметшінің өміріне қол сұғушылық мақсатында жазылған. Ол дегеніміз адам сол адамның немесе оның жақындарының өміріне қол сұғатын болса, қасақана іс-әрекеттер жасайтын болса, онда оның мүлкінің тәркіленуіне немесе онсыз 10 жылдан 15 жылға дейінгі бас бостандығынан айыруға жазаланады. Өте жақсы. Келесі қайтып жауап береміз. Жақсы. Үшінші топ. Алшы. Нұрай, сіз жауап бересіз ба? Қылмыстық құқық дегеніміз не? Қылмыстық құқық дегеніміз бұл қылмыстық құқықтық нормалар жиынтығы. Оны мемлекет қоғамдағы қатынастарды қол сұғушылықтардан қорғау
оны белгілейді. Қылмыстық құқық бұл жеке тұлғаның мемлекет пен қоғамдағы қол сұғушылықтардан реттеуді жүзеге асыру үшін қажет. Келесі, бірінші топтан. Енді сіз қайсынан шық. Қылмыс деп танылмау дегеніміз не? Іс-әрекеттің, қылмыс заңдағы іс-әрекеттен басқасын бұдан әрі қоғамға қауіпсіз және жазалауға жатпайды деп есептеу. Жазалауға жатпайтын нәрсе өте жақсы. Келесі, екі аз қалды, бүк омпы. Кім таңдайды? Екінші топ, үшінші топ, қайсыңыз таңдайсыздар? Нұрсат, қайсысын таңдайсыз? Бүкті. Қылмыс деп тану дегеніміз не? Адам демек, адам қасақана құқық бұзушылық жасауы байқаусызда либо не ғой? Байқаусызда. Яғни соны қылмыс деп тану. Үшінші сіздер жауап беріңіздер. Қылмыстық құқықтың реттеушілік міндеті және ретті бөлінуі. Қылмыстық құқықтың реттеушілік міндеті бізде қылмыстық бұзушылық жасалған кездегі қоғамдық қатынастарды реттеу, яғни ол жағдайда қылмыстық құқықтық нормалар тараптардың құқық бұзушының және де мемлекеттің арасындағы міндеттерді реттейді. Енді жаңа тақырыпты ашатын боламыз. Балалар, сіздерге Educaplay-дан сілтемесі қазір мен тастаймын. Сол сілтеме бойынша тақырыпты ашатын боламыз. Топ жетекшілері Educaplay бойынша ашатын боламыз. Ашылды ма сіздердікі? Ашылса, бірінші қай топ жауап береді, сөзді құрау керек, тақырып шығады. Сөзді құраймыз, сөзден тақырып шығады балалар. Екінші топ, қандай сөз шықты? Қылмыстық құқық бұзушылық. Жалпы қылмыстық құқық бұзушылық екен. Жақсы. Енді балалар. Бүгінгі тақырыбымыздың негізі қылмыстық жауапкершіліктің мәні неде? Тақырыбымыз. Мақсатымыз құқықтық жағдаяттарды талдау арқылы қылмыстық жауапкершілікті және жаза түрлерін анықтау. Жалпы жаңа өздеріңізге сипаттама беріп жатырсыздар ғой, құқық бұзушылық туралы, жеке тұлғаның қоғамға, мемлекетке немесе басқа тұлғаға зиян келтіруі құқық бұзушылық, қылмыстық құқық бұзушылық деп аталады. Оның негізгі 5 белгісі бар: қоғамға қауіптілік, құқыққа қарсылық, кінәлілік, жазаланушылық, әрекет немесе әрекетсіздік. Бұл жерде қоғамға қауіптілік, құқық бұзушылық адамдарға немесе қоғамға зиян келтіреді деген сипаттама береді. Кінәлілік, адам өз іс-әрекетінің салдарын біледі немесе білуі тиіс. Қылмыстық құқық бұзушылықтың түрлері және жазалары. Қылмыстық құқық бұзушылық екіге бөлінеді. Бұл жерде қылмыс және теріс қылық. Қылмыс қоғамға аса қауіпті құқық бұзушылық, ал теріс қылық қоғамға үлкен қауіп төндірмейтін, бірақ заңға қайшы әрекет болып табылады. Қылмыс ауырлығына қарай төртке бөлінеді. Онша ауыр емес қылмыстар, ауырлығы орташа қылмыстар және ауыр қылмыстар, аса ауыр қылмыстар деп бөлінеді екен. Енді аса ауыр қылмыстарға, мысалы, онша ауыр емес қылмыстарға Қазақстан Республикасының
бапта, 73-ші бапта денсаулыққа қасақана, зиян кішігірім зиян келтіру. 108-ші бапта ұрып соғу көрсетілген. Ал осы онша ауыр емес қылмыста 110-ші бапта көрсетілген қатыгездік көрсету. Қарама қарсы адамға қатыгездік көрсету, қорлау. Сол жатады екен. Ауырлығы орташа қылмыстар бар. Бұл жерде 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Ал ауыр қылмыстар 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру екен. Ауыр қылмыстарға не жатады деп ойлайсыңдар? Қасақана жасалатын қылмыстар. Мысалы 99-ші бапта көрсетілген қасақана адам өлтіру немесе ірі көлемде есірткіні тасу, ол 200 тасымалдау 255-ші бапта көрсетілген екен. Сонымен жазалау шаралары айыппұл, қоғамдық жұмыстар, бас бостандығын шектеу және бас бостандығынан айыру екен. Қылмыстық жауапкершіліктің ұлттық құндылықтарды мен енгізіп отырмын. Қылмыстық жауапкершілік құқық бұзушылық жасаған адамға қолданылатын заңды шаралар. Жаңа жоғарыда айтып өттік қой, 14-16-18 жастағы жас аралықтағылар, жасөспірімдер, яғни жауапқа тартылады. Бұл жерде арнайы айтылған. 14 жастан бастап ауыр қылмыстар үшін жасөспірім жазаға тартылады. 16 жастан бастап жалпы қылмыстық жауапкершілік. Ал 18 жастан бастап барлық құқықтық нормалар толық қолданылады. Яғни 18 жаста жасөспірім айырылады. Қазақ халқының шыншылдық, адалдық, жауапкершілік сияқты ұлттық құндылықтары қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алуға көмектеседі. Дәстүрлі қазақ қоғамында құқықтық нормалар мен әдет ғұрып заңдары Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, жеті жарғы құқық бұзбауға шақырған екен. Енді мұнда заңды құрамдар туралы, яғни бұл жерде субъективті, объективті және субъект объекті ретінде 4 құрамға бөлінеді. Субъективті бұл құқыққа қарсы іс-әрекет жасаған жеке тұлға. Яғни бір белгілі сәйкес келетін жеке тұлға құқық бұзушы болып есептеледі, деректі қабілетті. Яғни нақты белгілері заңмен тағайындалған жас мөлшеріне және ақыл есінің дұрыстығына анықтайды екен. Ары қарай, объективті жағы құқыққа қарсы әрекеттің сыртқы бейнесі, іс-әрекеттің өзінен, оның жасалу орны, уақыты, тәсілі, нәтижесі, немесе зиянды салдары көрсетіледі. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объектісіне нұқсан келтіреді. Қоғамдық қатынаста құқық бұзушылықтың жалпы объектісі болып есептеледі. Яғни мына жерде мен мысалға көрсетіп қойдым, өмір, денсаулық, меншік, мүдде. Мысалы, сыныптасыңыз бір-біріңізді не істеуі мүмкін, кемсітуі мүмкін, ар намысына тиюі мүмкін. Жаңа не дедім? Қай бапта атап мен сіздерге? Ар намысқа тию? Жоқ, қателесесіздер. 110-шы бапта көрсетілген қатыгездік, осы жерде осы объективтінің ішіне кіріп кетеді екен. Енді балалар, тапсырма, ақиқат немесе жалған. Ақиқат жалған бойынша бір жұмыс жасап өтейік, сосын толық жұмысқа көшетін боламыз, жарай ма? Ал бастайық, қазір асықтаймыз. Қылмыстық құқық бұзушылық тек қасақана жасалады деген сұраққа қайсыңыз жауап бересіз? Бірінші жауап бере ма? Ақиқат. Жалған екен. Қылмыстық теріс қылық үшін адам сотталып өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жалған. Жақсы, жарайсың жылды. Ауыр қылмыстар тек қазақ
болуы мүмкін. Қайсылар? Жалған. Жарайсыз. Дұрыс сіздікі жауап. 7. Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективті жағы адамның кінәлі санын анықтайды. Екінші топ сіздер білмей қалдыңыздар. Адамның кінә жағын анықтайды. Айша. Дұрыс, Айша. Жақсы, жарайсыз. Егер адам психикалық ауытқуға байланысты іс-әрекетін түсінбесе, ол қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. Екінші топ. Мұхсина. Ақиқат анықтамамен, арнайы анықтамамен де заңсыз көрсетіп айтып өткен болатынмын, иә? 9. Қылмыстық теріс қылық жасаған адамды міндетті түрде тіркеуге жабады. Қайсы жоқ? Өте жақсы, жарайсыздыңыздар. 10. Қоғамдық қауіптілік дәрежесі қылмыстың ауырлығына байланысты анықталады. Екінші топ. Аяжан, қалай ойлайсыз? Қоғамдық қауіптілік дәрежесі ақиқат. Жарайсыз, өте жақсы. Жарайсыздар. Енді балалар, алдымызда куб. Осы кубты арнайы космос бағдарламасымен ашатын боламыз. Ашамыз. Сілтеме бойынша. Балалар, топтың тапсырмалары шығады. Пароль беріңіз. Алдарыңызда пароль бар жоқ. Пароль. Бірінші топ өздеріңіздің тақырыптарыңызды ашасыздар. Ашылды ғой сіздер, иә? Енді тақырыптарыңызды бірінші топ, екінші, үшінші топ қорғайды боламыз. Сіздерге уақыт беріледі. Бірінші топ. Бірінші топ.